Израиль тағы да Иранға соққы жасады. Ондаған жылдар бойы Израиль мен Иран үнемі қақтығысып келеді. Бұл жиі әскери әрекеттерге ұласады. Кішкентай Израильдің Иранмен және оны қоршаған арабтармен ашық текетіресуге батылы баруының жалғыз себебі Америка Құрама Штаттары еврей мемлекетін барынша қолдайды. Сайлау алдында Дональд Трамп бірнеше рет соғысқа қарсы екенін қайталады. Соғысқа қарсы, бұл қорқынышты, бұл сұмдық деді Дональд Трамп. Бірақ енді Трамптың өзі Иранға ультиматум қойып, әскери соққылармен қорқытып, қандай да бір мәміле ұсынуда. Сіздер айтарсыздар, себебі iPhone бұл Иранның ядролық бағдарламасы, ол табанды түрде атом бомбасын жасап жатыр. Трамп ирандықтарды ядролық қару жасаудан бас тартуға үгіттеп, мүмкін болатын қауіп-қатерді жоюды көздейді. Ал егер тәуелсіз ирандықтар Америкаға немесе Израильге өздерінің ядролық зымырандармен шабуыл жасай бастаса ше. Қандай қорқынышты? Бірақ бұл өтірік және көпшілікке арналған спектакль. Иранда ядролық қару жоқ. Иранның атом бомбасы бұл миф, ойдан шығарылған қорқыныш. Тіпті ядролық қару жасап алса да, Иран соншалықты көп заряд жинай алмайды. Ол арқылы Америка Құрама Штаттарына елеулі қауіп төндіре алмайды. Мүлде ешқандай жолы жоқ. Иран Америка Құрама Штаттарына әскери тұрғыдан қазірде, болашақта да ешқандай қауіп төндірмейді. Онда ештеңе түсініксіз. Егер Иранда ядролық қару болмаса, Америка неге алаңдайды? Неліктен Трамп Иранға соққы беремін деп қорқытады? Өйткені бүгінде мемлекеттер немесе басқаша айтқанда, жаһандық экономика аймақтары дағдарыстан аман қалу үшін күресуде. Қандай дағдарыста? Сіз дағдарысты байқамайсыз ба? Адамзат 10 жылдан бері энергия тапшылығы дағдарысында өмір сүріп жатыр. Сол себепті жетіспейтін энергияны тиімсіз, әрі тұрақсыз тәсілдермен, күн панельдерімен жел генераторлары арқылы алуға тырысады. Сондай-ақ, жаһандық экономикада артық өндіру дағдарысы және бір мезгілде қаржылық көпіршіктердің толып кету дағдарысы бар. ақш доллары жаһандық валюта, ал доллар көпіршігі ақылға сыймайтын деңгейге дейін үрленді. Қытай өндірісті өзіне шоғырландырып, әлемдегі ықпалын арттырып жатыр. Қытай барған сайын салмақты күшке айналуда. Бұл Америка Құрама Штаттарының көшбасшылығына қауіп төндіреді. Көріп отырғаныңыздай, Америка үшін алаңдауға себеп жеткілікті. Тоқта. Дейсіз сіз. Жоғарыда айтылғаның бәрі Америка Құрама Штаттарының мәселелері ғой. Бұл жерде Иранның қандай қатысы бар? Қалай қатысы жоқ дейсіз? Иран жер қойнауынан әлемдік мұнай өндірісінің 4-5% өндіреді. Иран әрдайым мұнай өндіру бойынша үздік 10-қа кіреді. Иран жер қойнауынан әлемдік газ өндірісінің 6-7% өндіреді. Иран әлемдегі газ өндіру бойынша үздік 3-ке кіреді. Иран, Еуропа мен Қытай үшін энергия ресурстарының бір көзі болып табылады. Ал энергия бұл өмір мен өндірістің негізі. Мұнай көлік үшін отын. Ешқандай электрлі көліктермен сіз мұнайды ешқашан алмастыра алмайсыз. Көмірсутектер ағыны азайған кезде барлық үдерістер қысқарады. Өндіріс төмендейді. Экономиканың айналымы құлдырайды. Трампқа керегі де осы. Америка Құрама Штаттары Ираннан Еуропа мен Қытайға мұнай мен газ ағынын азайтқысы келеді. Трамп Еуропа мен Қытайдың ең осал жеріне соққы жасап отыр. Бұл мұнай мен газдың тұрақты келуіне тәуелділік. Ең оңай жолы энергетикалық ресурстардың жеткізілімін тоқтату. Еуропа мен Қытайдың экономикасы мен өндірісі қысқарып, бір бөлігі Америка Құрама Штаттарына ауысады. Күшті болу үшін міндетті түрде өз қуатыңды арттыру шарт емес. Стратегияның тағы бір нұсқасы қарсыластарды әлсірету. Дәл осыны Трамп істеп отыр. Иранға қарсы соққыларды Израильдің қолымен жасатып. Және Дональд Трамп өтірік айтпайды. Ол шынымен Америка Құрама Штаттарын құтқарып жатыр.
Бұл жаһандық дағдарыста аман қалу үшін бәсекелестік. Трамп тек Иранның қорқынышты ядролық қаруы туралы ғана алдайды. Бірақ Америка Құрама Штаттарының билігі өзге елдердің ісіне араласуын ақтау үшін ертегі ойлап табуға мәжбүр. Елестетіп көрміші, егер Америка Құрама Штаттарының президенті ақштағы тұтыну деңгейін сақтау үшін бәсекелестерді, яғни Еуропа мен Қытайды әлсірету керек. Ол үшін Ираннан оларға баратын мұнай мен газ ағынын азайту қажет деп мәлімдесе. Сондықтан Израиль Иранды тыңғылықты түрде бомбалап жатыр, ал Америка Құрама Штаттары жаңа соққылармен қорқытады. Сонда зұлым америкалықтар өздерінің әл-ауқаты үшін өзгелерге зиян келтіреді деген ой туады. Бұл әдемі көрінбейді, дұрыс емес. Әрі Америка Құрама Штаттарының барлық азаматтары мұндай стратегияны қолдай бермейді. Әркім жақсы болғысы келеді, өздерін жақсы деп ойлайды, және дұрыс идеялары бар жақсы елде тұрамыз деп есептейді. Сондықтан Иранның ядролық қаупі туралы ертегі ойлап табылды. Америкалықтар еш өкінбестен кез келген мемлекетті әлсіретеді, немесе тіпті жойып жібереді. Бұл дағдарыста аман қалу үшін күрес. Мұнда достықта, аяушылықта жоқ. Күшті ғана тірі қалады. Енді сіз Америка Құрама Штаттарының Иранға қысым жасап, оған қоқан-лоқы көрсетуінің шынайы себебін білесіз. Еуропа мен Қытайға мұнай, газ және көмір сататын мемлекеттердің азаматтарына өз болашағы туралы шындап ойлануды ұсынамын. Орыс орманынан сәлем.